Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі таңда еліміздегі ең маңызды шаралардың бірі саналатын індетке қарсы жаппай екпе жұмыстары. Медицина ғылымдарының кандидаты, балалар невропатологы Қайырғали Көнеев елімізде бүкіл халыққа жаппай вакцина салдырудың қажеті жоқ деп есептейді. Себебін былай деп түсіндірді. Ең алдымен Ресей мен Еуразия экономика одағына мүшеміз. Ресей осы одақ аумағына өз өнімін тарату үшін барын салатыны түсінікті. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Ресей вакцинасы енді сынақтан өте бастап, тіпті өз аумағында тіркемеген уақытта Мәскеуге ұшып барып, вакцинаны Қазақстанға тасымалдау туралы келісім шартқа қол қойды. Франция, тағы басқа елдер осы уақытта вакцинасын клиникалық сынақтан өткізіп жатты. Қайсы бірі жаппай қолданысқа шықпай қалды. Ал біздікілер тап бір спутник сынақтан сәтті өтетін білетіндей ұшып барып, келісімге қол қойды. Ол уақытта тіпті Ресейдің аймақтары вакцинаны алдырамыз деген келісімге қол қоймаған еді. Қазақстанда Қарағандыдағы фармацевтикалық кешен Ресей вакцинасын шығара бастады. Осылайша таңдау құқығымыз шектелді. Әрине, бұл дұрыс емес, өйткені вакциналардың ішінен таңдау болу керек. Ресей мен Қазақстан вакцинасы ғана емес, басқа елдердің де вакциналарын таңдай алатындай мүмкіндік болу керек деген ол жаппай екпе жұмыстарына қатысты ойын былай деп жеткізді. Жаппай вакцинация не үшін керек? Ұжымдық иммунитет қалыптастырып, вирустың таралуын тежеу үшін. Бірақ біз вакцинасыз-ақ ұжымдық иммунитет қалыптасқанын көріп отырмыз. Өкініштісі, ұжымдық иммунитетті вакцинасыз қалыптастыру үшін төлеген құнымыз өте жоғары болды. Жазда ондаған мың адамнан айырылдық. Еуропа мен Ресейден айырмамыз бізде көп адам ауырып шықты. Сондықтан бізге жаппай вакцинация қажет емес. Тәуекел топтарындағы адамдарға вакцина салдыруға болады, бірақ вакцина салдырмас бұрын антиденелер бар жоғын тексеру керек. Егер адам бұған дейін вируспен ауырмаса, антиденелер жоқ болып шықса, вакцина салдыруға болар. Оның өзінде әсіресе жасы үлкен кісілерге вакцина салған дұрыс, өйткені олар тәуекел тобында. Бірақ Ресейдің спутник вакцинасын жасы 65-тен асқандарға салуға шектеу бар. Ал дәл осы жасы 65-тен асқандарда ковид ауыр өтеді. Неге? Жасы 65-тен асқандарға салуға кеңес бермейді дегенге келсек, ол топтағы адамдарға жағымсыз әсері көп шығар. Онда бұл вакцинаның пайдасы не? Ол жағы мүлде түсініксіз. Ең алдымен қарт адамдар қант диабеті, гипертония, созылмалы өкпе ауруларына шалдыққан науқастар, медицина қызметкерлері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен қоғамдық көлік жүргізушілерін қорғап вакцинациялау керек деді медицина ғылымдарының кандидаты. Ал егер мырза өзіне вакцинаны салдырмау жайында былай деп айтты. Вакцина салдырмас бұрын антиденелердің бар жоғын тексерілер едім, өйткені вируспен симптомсыз ауырған болуы мүмкін. Егер антиденелер бар болса, салдырмаймын. Антиденелер бар болса, вирусқа қарсы иммунитетім де бар деген сөз. Вакцина не үшін керек? Иммунитетті жасанды жолмен қалыптастыру үшін. Бірақ антиденелер бар болса, вакцинаны қайтемін. Онда вакцина қажет емес. Антиденелер жоқ болса, вакцина салдыратын шығармын. Бірақ Ресей немесе Қазақстанның вакцинасын салдырмаймын. Басқа вакцинаның келгенін күтер едім деп егжей-тегжейлі түсіндіріп берді. Министрлік ешкімді вакцинаға күштемейтіндіктерін айтты. Дегенмен, сіз өз денсаулығыңыз үшін қандай вакцина түрін таңдар едіңіз? Өз ойыңызды, айтар ұсынысыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.